Өмірдегі ең үлкен бақыт айтайын ба? Ол тура жолда болу. Ал ең үлкен қасірет ше? Ол сол тура жолдан шығу. Ал өмірдегі ең үлкен жауапкершілік сол тура жолда тұрақты болу, бекем болу. Қасиетті Құран-ы Кәрімде мынадай мағынадағы аят бар. Яғни фастақим кама умирта. Әмір етілгендей бойсын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы аят кәрімді естіген кезде сахабаларға былай дейді: осы менің шашымды ағартты дейді. Яғни расында тура жолда нық болып беру, тура жолдан айнымау ол үлкен жауапкершілік, үлкен тұрақтылықты талап етеді. Бірақ оның жемісі де соған сай жәннат болмақ. Әңгіме жоқ. Балаң жақсы болсын, жаман болсын. Қатында әңгіме келінде. Келінің жақсы болса, балаң қандай болса да келін сүйреп шығады. Бірақ келін жаман болса, балаң әулие болғанда дым қылмайды. Өйткені сен бір жерден келе атырсың, ана еркек адам ғой, келе атырсың да, қатының жақсы болса, жүр үйге шай іш деп айтарасың. Қатының мұны айта алмайсың. Үйге барасың, оғатын тәрелкін ұшырса, саған сол бойда шай берер. Бірақ келген қонақты жақтырмаса, уже бермейді ғой. Әңгіме қатында. Балаң жақсы болғаннан келін жақсы болсын деп айтамын мен, өзімше солай, келін жақсы болсын. Келін деген ол бір ағайынды ағайын қылатын да соғатын, бәрін араластыратын да соғатын, құртатын да соғатын. Анау үйдеп кетті, үйдеп кетті деп келгеннен кейін айтсаң, еркек адам бір күн нанбайды, ертең нанбайды, арғын бәрібір нанады. Нанады қатынның айтқандай. Ешқандай нанбайды деген әңгіме жоқ. Банкомат қатынның қолында. Раньше у людей была грязная одежда и чистые сердца. Сейчас у людей чистая одежда и грязные сердца. Отбасын сақтайтын бір ғана нәрсені Құран бізге ерекше айтып кеткен. Бір нәрсе бар. Отбасында осы сақталса, отбасы еш уақытта бұзылмайды. Ол үйден ер адам еш уақытта кетпейді. Алла тағала айтады: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكونة. Тыныштық. Ер адам түзде жүреді, нәпақа табады, жұмыс жасайды, сыртта жүреді, түрлі жағдаяттарға тап болады. Қиындықтар болады, ренжітетін жағдайлар болады, көңілін түсіретін жағдайлар болады. Қысқасы жүйкесі тозып, шаршап, моральды, материалды тұрғыдан, физикалық тұрғыдан шаршап келген кезде, үйіне келген кезде тағы бір проблема тұрса, ондай отбасы ұзаққа бармайды. Әйел адам Құран хадисте келгендей, сол напақа тауып, шаршап шалдығып, проблемалар менен басы қатып келген еркек үйіне келген кезде тыныштық тапса, ол отбасы еш уақытта бұзылмайды.